Қайырлы құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 49-шы күні. Бүгіндікке мынадай тағы да параллельді рияса теңдеулер бойынша есептеулер. Енді кешегі есепке қарағанда кішкене ғана күрделірек, яғни басқаша типі. Бұл жерде жалпы өзі неше түрлі есептің типі бар. Енді біз жаңағы оңайынан бастап кішкене күрделісіне қарай өтіп келе жатырмыз. Біріншісі, массасы 15 грамм алюминий мен магний қоспасының артық мөлшерде оттегінде жандырғанда 26-да 6 грамм оксидтер қоспасы түзілді дейді. Бастапқы қоспадағы алюминийдің массалық үлесі. Енді бір қарағанда ешқайсының зат мөлшерін табуға келмейді. Өйткені мына екеуінің жалпы зат мөлшер әрқайсысын жеке-жеке білмейміз. Мына жерде оксидтер қоспасы деп тұр. Бірақ әдеттегідей біз алюминийдің зат мөлшерін X деп белгілесек, магнийдің зат мөлшерін Y деп белгілесек, онда бірінші теңдеу бізде дайын. Ол жаңа зат мөлшерін малярдық массаға көбейтеміз. Малярдық масса 27, онда 27X плюс 24Y тең 15 грамм. Бірінші теңдеу дайын. Ал енді екінші теңдеуді қалай құрамыз? Бұл жерде енді бір қулық бар. Ол қандай қулық? Лайфхак деп айтамыз ба? Қулық деп айтамыз ба? Мысалы, мына теңдеуді жазайын. 4 алюминий плюс 3 O2, 2 алюминий, 2 O3. Бұл теңдеу. Екінші 2 магний плюс O2, 2 магний оксиді. Енді бізге оксидтердің массасын берді. Мынаның массасы бізде берілді. Так, бұл 26-да 2 грамм деді. Мына металдардың массасын берілді. Бізде енді жүйені оксидтер бойынша құруға болады. Ол бірақ кішкене қиынырақ болады. Біз былай жасауға да болады. Массаның сақталу заңын қолдансақ, оттектің массасын тауып алуға болады. Өйткені мына реагенттердің массасы өнімнің массасына тең деген ереже бар ғой. Онда бізде масса оттегіміз, O2-міз, жалпы оттегіміз. Ол 26-да 2-ден 15-ті азайтып тастағанға тең. Өйткені жалпы бізде металдардың қоспасы 15 болса, оксидтердің қоспасы 26-да 2 болса, онда қалған масса қайдан келеді десе, ол оттектің массасы деген сөз. Сонда бізде 11-де 2 грамм оттек бар екен. Енді оттектің массасы болса, оның зат мөлшерін тауып алуға болады. Өйткені екеуі де оттек қой. Онда 11-де 2-ні бөлеміз 32-ге. 32 дегеніміз оттектің малярдық массасы. Енді зат мөлшер дегеніміз ол масса бөлінген малярдық масса ғой. Енді осыдан 11-де 2-ні бөлеміз 32-ге 0-де 35 моль шығып тұр. 0-де 35 моль. Енді есебіміз кешегі есепке ұқсай қалды міне. 0-де 35 моль. Бізде біреуін зат мөлшерін табуға болатын жағдайға келдік. Енді мына жерде қателесіп кетпеу керек. Мына коэффициенттерді ескереміз. 4-де 3. Ал мынау x болғанда, мынау қанша дегенді? Онда мына x-ті 3-ке көбейтеміз. 3x болады. Оны мына 4-ке бөлеміз. Енді 3-ті 4-ке бөлсек, ол 0-де 75. Сонда мына жерде 0-де 75x болады. 0-де 75 қайдан шыққан түсініңіздер, пропорция бойынша. X-ті 3-ке көбейттік, 4-ке бөлдік. Енді 3 пен 4 ол коэффициенттер. Так, екінші дәл солай есептейміз. 2-де 1. Мынау Y болса, онда Y-ті 1-ге көбейсек 1Y болады, оны 1-де 2-ке бөлсек 0,5 болады. Онда 0,5Y мына жерде. Енді мына оттектердің зат мөлшерлерінің қосындысы бізде 0,де 35 болу керек. Онда екінші теңдеуіміз 0,де 75X плюс 0,де 5Y тең 0,де 35-ке. Болды, бұл екінші теңдеу. Енді бізге бастап қоспадағы алюминийдің массалық үлесін деді. Онда мына екі теңдеуді енді біріктірейік. Бірінші, екінші теңдеуді біріктіріп жүйе құрайық. Онда 27X плюс 24Y тең 15-ке. Ал 0-де 75X плюс 0-де 5Y тең 0-де 35-ке. Енді мына екінші теңдеуді біз 48-ге көбейтейік. О 48 қайдан алдық десеңіздер, бізге алюминий қалу керек, X қалу керек. Онда Y-ті жоямыз. Y-ті жою үшін мына жерде 24 тұр. Ал мына жерде 0,5 тұр. 0,5-ті қаншаға көбейсек 24 болады дегенді ойладық. Сонда 48-ге көбейсек ол 24 болады екен. Сонымен, бірінші теңдеу өзгеріссіз 27X плюс 24Y тең 15-ке. Енді 0,75-ті 48-ге көбейтсек, ол бізде 36X. Мына жерде 24Y. Енді 0,35-ті 48-ге көбейтейік. 0,35 көбейтілген 48, 16-да 8 шығып отыр. 16-да 8. Енді екіншісінен біріншісін азайта қоямыз. 36-тан 27-ні азайсақ 9 қалады. 24 қысқарып кетеді. 16-да 8-ден 15-ті азайсақ 1-де 8.
Онда x-іміз 0,2 деген жауап шығып отыр. 0,2 моль болса, бұл алюминийдің зат мөлшерін тауып алдық, ары қарай массаны табу қиын емес. Масса алюминий, ол зат мөлшері көбейтілген малярдық масса. Онда 0,2-ні көбейтеміз 27-ге 5,4 грамм. Енді массалық үлесін есептей қоямыз. Массалық үлес алюминий 5,4-ті бөлеміз 15-ке, көбейтеміз 100-ге. Яғни 540-ті 15-ке бөлеміз. 540-ті бөлемін 15-ке 36 шығып тұр. 36% алюминийдің үлесі екен. Бұл жауапқа сәйкес келеді. Болды. Сонда бізде бұл жерде жаңағы мына бір неден құтылып кеттік. Мына екінші масса арқылы. Масса арқылы бізде екеуінде масса арқылы жүйе құрсақ, ол теңдеу кішкене қиынырақ болады. Өйткені екеуінде бірдей санға келтіру үшін көбейту кішкене қиынырақ болады. Енді мына x y бойынша өрнектеген ол оңайырақ, зат мөлшері бойынша. Сондықтан бізде бұл жерде массаны сақтау заңын білген жағдайда осылай оттектің зат мөлшерін тауып алып, теңдеуіміз кішкене жеңілдетуге болады екен. Жақсы оқушылар, онда әдеттегідей сіздерге мына бір есеп берілді. Бұл есептің де шығарылу жолы дәл жаңағымен ұқсайды. Бұл жерде темір мен мыстың қоспасы деп берілген. Өздеріңіз шығарып, жауабын белгілеп көріңіздер. Аман сау болыңыздар. Ертеңгі есепте жүздескенше.